Сәлеметсіздер ме балалар, каналыма қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз перитонеалдық диализ және гемодиализ. Организмді тазалау адамға қандай технология керектігіне байланысты бүйрек диализінің екі түрін ажыратады. Оның бірі перитонеалдық диализ, екіншісі гемодиализ. Бүгінгі сабақта осы екеуін салыстырмалы түрде ажырататын боламыз. Енді біз бірінші перитонеалды диализге тоқталамыз. Ол үшін біз мына жердегі суретке қарасаңыздар, сіздердің оқулықтарыңызда негізінде берілген сурет, онымен де салыстыруларыңызға болады. Мына суретке қараңыздар. Перитонеалды диализді жасау үшін бізге міндетті түрде диализі бар қапшық керек. Біз оны кейде диализатор деп те атаймыз, одан кейін мына жерде ішкі мүшелер дейді, яғни брюшина деп атаймыз, көрсетілген. Одан кейін перитонеалды катетер, яғни осы жаңағы ұзын пластикалық өсінді, осы арқылы жаңағы заттар өтеді. Сабақ барысында түсіндіреміз. Суретке қарап отырыңыздар. Одан кейін перитонеалды қуыс, қарасаңыздар, бөліп алатын түтікше және төгу желісі, яғни алып керектісін керегі жоғын шығарып тұрады осылар арқылы. Яғни осы құрылымдар бізге перитонеалды диализді жасау үшін аса қажет. Енді бұл перитонеалдық немесе іш астарлық дейміз, диализді біз хирургиялық жолмен наркоз арқылы жүргіземіз. Аурудың құрсақ қуысына, жаңағы брюшина дедік, пластикалық катетер, жаңа көрсетті ғой, міне перитонеалды катетер деп тұр. Осы жаңағы пластикалық катетер, яғни олардың ұзындығы 30 сантиметрмен, диаметрі қарындашпен бірдей иілгіш силиконды түтік болып келеді. Осы енгізіледі. Адамның іш жағына енгізіледі катетер. Одан кейін 1-2 литр глюкоза ерітіндісін, тұздарды және де басқа да заттарды осы арқылы өткізеді. Имплантталған катетерде тері астына орналастырылған арнайы бекіту манжеті болады. Енді бұның барлығы көрсетілмейді. Уақыт өткен сайын олар ұлпаларымен бірігіп кетіп отырады. Катетердің ығысып кетуі терінің зақымдануына әкелуі мүмкін, ал бұл инфекцияны жұқтыруға алып келеді. Күнделікті өмірде жеке бас гигиеналық ережелерін сақтау перитониттің, яғни іш перденің қабынуын сақтайтын ең жақсы тәсіл болып табылады. Диализдің әрекеті ол құрсақ қуысының ішкі жағынан сүзгі ретінде болатын мембранамен жабылғандығы негізделген. Катетер арқылы диализдейтін ерітінді іш перде қуысына түседі. Жаңағына суреттегі көрсетілген. Науқас адамның қаны мен ерітінді алмасу арасында алмасу жүреді. Нәтижесінде зиянды заттар және судың артық мөлшері алынып тасталынып отырады. Ондағы ерітінді бірнеше сағат болады, одан кейін төгіліп тасталынып отырады. Бұл жерде іш перде қанның және қоректік заттардың арнаулы элементтерін өткізбейді. Осылайша олар адамның организмінің ұлпаларында қалып отырады. Ескі диализдік сұйықтықты жаңасымен ауыстыру процесін біз алмасу деп атаймыз. Яғни бұны күніне 4-5 рет қайталайды және әрбір алмасу 20 және 30 минут уақытты аралықты алып отырады. Перитонеалдық диализ ол бүйректі ауыстырғанда жаңа бүйректің қызметі басталғанша қолданылады. Ескеріңіздер, қандай жағдайда екен. Және осы жаңағы бұл әдісті қанды тазалаудың осы тәсілін жүргізуге болмайтын және жағдайларда болып тұрады. Оларға ішперде қуысында жабысып қалса, егер спайка болатын болса, сірнелі қабықтың сүзу сипатының төмен болса, семіру, құрсақ қабырғалар жанындағы терінің іріңдеуі және психикалық күйзелістер жататын болып табылады. Енді екінші түрі бұл бізде гемодиализ. Гемодиализ жүргізген кезде қан адамның денесінен тыс тазарады. Қараңыздар, адамның денесінен тыс тазарады және қанды жасанды бүйрек тазартып отырады. Қазір келесі слайдта суреті көрсетіледі. Бұл жерде де диализдің осы тәсілі перитонеалдық диализге қарағанда жақсырақ болып келеді, тиімдірек, яғни бүйректің созылмалы және емдеуге келмейтін ауруларында осы гемодиализ әдісін немесе тәсілін қолданады. Бұны 1911 жылы Страсбургте жүргізген болатын. Гемодиализді жүргізген кезде адамның организмінен қан жасанды бүйрек қондырғысына бағытталады және бұл қондырғы әрдайым арнайы сұйықтықпен шайылып
тұратын ішек мембранасы тәрізді шиыршық түзеді. Бір емшараға 100-200-ге жуық диализдік сұйықтық қажет болады. Ал қан жіңішке шиыршық бойымен ағада диализдік сұйықтыққа жайылатын қалдықтар шлактар түседі. Гемодиализдің алдында емделушінің қолындағы жаңағы венаға жіңішке ине енгізіледі. Енді қарасаңыздар, міне гемодиализдің жасалу жолы мына жерде міне жаңағы айтқан диализат, одан кейін көпіршіктер тұзағы, кіретін қан, бас венасы, сәулелі артерия деген сияқты. Содан кейін жаңа диализ деуші ерітінді, қолданылатын диализ деуші ерітінді, тұрақты температуралы монша, шығатын кіретін диализат деген, яғни ненің емдеу жолдарының реті көрсетілген бұл жерде. Бұл жаңағы гемодиализ қанды жасанды мембранасы бар аппаратта өткізеді міндетті түрде. Мына жерде міне сол жақта сұлбасына қарасаңыздар, аппараттың өзі көрсетілген. Бұлда ерекшелігі катетерді бойлай сорғының көмегімен қан 110 литрлік диализ дейтін ерітінді сиятын ыдысқа бекітілген диализаторға түсіп отырады. Ал диализатордың целлофан пластинкасының арасынан өтеді да науқастың қаны мембрана арқылы қарама-қарсы ағып келе жатқан диализ дейтін ерітіндімен жанасады. Диализатордан кейін қан өнімділікті өлшеуішке түседі де әрі қарай сүзгі және ауа тұтқыш арқылы катетер бойымен вена жүйесіне қайтады. Мына жерде бас венаны көріп тұрсыздар, ағып өтетін диализдеуші сұйықтық стандарт барлық қан иондарына сәйкес концентрациядағы глюкозадан тұрады. Яғни гемодиализдің қажеттілігін анықтауда жүйке жүйесінің, тыныс алу мүшелерінің, жүрек қан тамырлары жүйесінің қызметін және бауырдың қызметін де ескеру аса маңызды болады. Бұл тәсіл жаңағы аурудың түріне және науқастың күйіне байланысты 4 және 12 сағат бойы арасында жүреді. Жасанды бүйрек кешені ол терапияның маңызды тармақтарының бірі болып табылады. Ұзақ уақыт бойы толығымен бүйрек қызметін ауыстыра алмайды, дегенмен біршама уақытқа дейін организмнің өмір сүру қабілетін жеткілікті деңгейде ұстап тұруға көмектесетін тәсіл болып табылады. Кейде бүйректі ауыстыру үшін жасалатын отаның алдында жасанды бүйректі сынап көреді. Яғни бұлардың басты екеуінің айырмашылығы осында болып табылады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Келесі сабақта біз бүйректің жетіспеушілігі, яғни созылмалы бүйрек жетіспеушілігі туралы түсіндіретін боламын.